Қыздар, баршаңызға ассаляму-алейкум. Бүгін мясо по-французски жасаймыз. Ол үшін бізге картоп керек. Картопымызды тазалап аламыз. Ірі теркадан өткіземіз да, салқын суға салып қоямыз. Суымызды тұздаймыз жақсылап. Міне қыздар, ірі теркадан картопымды өткізіп алдым. Қарайып кетпесін деп салқын суға салып қоямыз. Және тұз қосамыз. Бір шай қасық, бір жарым тұз қоямыз. Көмектесіп жатыр. Тағы біреу салуға болады. Екі қасық салдық. Енді фаршымызды дайындаймыз. Ал қыздар, енді фаршымызды дайындаймыз. Фаршымызға бұрыш, қара бұрыш, тұз қосамыз. Егер сізде дайын қыша, горчица дейді ғой, дайын қыша болса, кішкенесін қосуға болады. Көп емес, кішкене ғана. Қыша қосамыз. Және мен паприка қосамын. Болды. Енді осыны араластырамыз бәрін. Қыздар, фаршымыз дайын болды. Енді моцарелла сырды теркадан өткіземіз. Сырымызды осындай ірі теркадан өткізіп алдық. Енді үстіне кішкене ғана тұз қоссақ болады. Және кішкене бұрыш қоссақ жақсы болады адамы. Енді үстіне майонез саламыз. Майонез немесе қаймақ болса, қаймақ қоссаңыз болады. Енді араластырамыз жақсылап. Енді жақсылап араластырамыз осындарын. Енді формамызға картопты саламыз. Енді картоптың бетіне фаршымызды саламыз. Енді қыздар, пиязымызды жіңішкелтіп кесіп, фарштың үстіне саламыз. Енді пияздың үстіне жаңағы сыр мен майонезімізді саламыз. Енді осыны духовкаға саламыз. Міне қыздар, французша ет дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде істеп көріңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк және пікір қалдырыңыздар. Рахмет үлкен.